Қараңыз, бұл мен түсірген Glassman компаниясына түсірген кадрым. Кадр мұнап тұр, светін бір ұнап тұр, бірақ түн құлдырғым келсе не істер едім? Түн құлдырғым келсе, мынандай кадр жасар едім. Түн құлдырғым келсе, осындай кадр әдемі шығар еді. Мынау бізде съемкадан қалған бір какой-то бэкстейдж. Осы бэкстейджді мен светсіз түсірдім, жарықсыз түсірдім. Осыған жарық қойғым келсе, контровой артынан и жанынан боковой сары свет қойғым келсе не істер едім? Бұл жерде ешқандай движение, адамның түрі ешқай жерде өзгермейді. Актерда қалады. Келесі кадр, менің Love Story'ның кадры. Түн құлдырғым келсе не істер едім? Свет жағынан ешқандай проблема жоқ. Егер мен оны тұман қылдырғым келсе өзгертіп салушы едім. Келесі кадр. Менде осындай әдемі кадр бар. Жылқылардың тұманды күнсіз кадрда. Енді мен закатпен істегім келсе қалай істер едім? Міне закатпен де осылай істеуге болады. Ешқандай движение, даже шөптердің қозғалысы, арттағы кадрдың фоны ешқандай нәрсе өзгермейді. Бәріңе сәлем, есімім Қайыржан Сияс. Жасанды интеллект арқылы жаңа дәуірдің кино операторымын. Бүгінгі видеода сіздерге осындай видеоларды қалай жасау керегін, қалай өзгерту керегін, светті, локациядағы объектті қалай өзгерту керек, жасыру керек немесе қою керек екенін сіздерге көрсететін боламын. Барлық операторлардың, видеографтардың бір өмірінде съемкасында болған қателіктері көп болған шығар. Негізі көп болды. Менің өмірімде көп болған мысалы. Бір кезде ауа райы дұрыс емес болып қалады, сай келмей қалады. Бір кезде бір объект сізге бір адам немесе жануар немесе бір зат сіздің кадрыңызды құртып тұрады. Немесе кейбір кезде свет дұрыс қойылмай қалады, немесе свет кейде болмай қалады деген сияқты бір нюанстары бар. Сол кезде жасанды интеллектті қолданған өте ыңғайлы. Өйткені сіз қайта барып съемка жасау үшін сізге қайта оборудование жинау керек, қайта команда жинау керек, қайта актерлар жинау керек, қайта сол локацияға бару керек деген сияқты. Оған как минимум кем дегенде 2-3 күн құртасыз. Ал AI арқылы сіз салдыңыз кадрыңызды, айттыңыз қалай істеу керек екенін және жасадыңыз. Бүгін біз нодалық система арқылы жүйелі түрде жұмыс істейтін боламыз. Осы видеоның астында сілтемесі бар, сразу сол сілтемеге кіріп, компьютермен, ноутбукпен ашып, тіркеліп, менімен бірге видеомен қатар жазсаңыздар тіпті керемет болады. Өйткені солай сіздің практикалық жұмысыңыз өте жылдам дамитын болады. Ол жерде видео жасау үшін емес, бірақ фото жасау үшін сізде тегін доступ беруге бонустар беріледі. Біздің жұмыс істейтін агрегатымыз ол Viavi AI деген агрегат. Бұл жерде достар, жұмысымызды туториалды бастамай тұрып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркеліп, лайк басып, келесі видеода қандай жасанды интеллекттің жақсы жаңа қырларын көрсету керек. Өзіңізге қайсы қызықты соны жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Жасанды интеллект туралы келесі видеолар бар астында түсірілген уже. Сол видеоларды қарап, тоже өздеріңізге пайдалы ақпараттар алыңыздар. Сіз басты бетте тұрасыз, негізі басты бетте тұрған кезде сол жақ жоғары жақта create new file тұрады. Соны бассаңыздар, жаңадан сіздерде окно ашылады. Мынандай сізде нодалар болмайды ол кезде. Мен қазір қалай қосу керек екен, қалай басу керек, қайсын таңдау керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен, мысалға осы бір кадрды алайық. Жаңа мен көрсеттім бұл кадр сіздерге. Бұл кадрды сіздерге көрсеттім. Негізгі сізде ол исходник сізде видео болу керек. Мысалы, мынандай видео исходник бар сізде. Осындай видео исходнигі бар. Өзгерту керек. Мысалы, мен мына жерде светті өзгерткім келеді. Свет маған ұнамайды. Свет маған ұнамайды. Сондықтан мен осы видеоның маған керекті жерінен, мысалы, осы бастапқы жерін скриндап осылай скрин жасап, стоп кадр алып аламын. Сосын оны мен жүктеймін. Мына жүктеймін. Жүктедім. Жүктеу үшін сіз мына жаққа мышканың оң жағын басасыз, импорт дегенді басасыз. Осы импортты файлды басқаннан кейін сізде мына жерде керекті папкаңыз ашылады, сол папкадан жүктейтін боласыз. Жүктегеннен кейін сізге промпт жазу керек. Бірінші сізге сол скриндағы фотоны алып, свет тұрған фотоға ауыстыру керек. Ішіне свет қоясыз бірінші. Ол үшін сізге
бірнеше окно ашу керек. Біріншісі сізге prompt деген окно ашу керек. Ол prompt деген жерге сіз немесе өзіңіз prompt жазасыз орыс тілінде, немесе ChatGPT-ға, Cloud-қа жазғандай, Cloud-қа задача бересіз, сол сияқты задача беру үшін қоясыз. Текстқа обычный. Ол үшін то же самое, оң жақ мышканы басасыз. Оң жақ мышканы басқан prompt деген кіресіз. И мына жерге өзіңіздің кез келген сөзін жазасыз. Мен сияқты жазсаңыз болады мына жерде, мысалы. Менде здесь измени свет киношный для напиши я намно деп жазамын мен, мысалы. Мына жерде киношный свет қалай жасау керекін айтамын. Былай жанынан свет қой, артынан свет қой, киношный свет қой деп просто жазсам болады. Ағылшын тілінде осы фотоны анализ жасап өзгерт деп айтамын, промпт жаз деймін. Бұл жерде беті мен одежданы, фонды, түрін өзгертпе деп айтамын. Сосын any LLM дегеніміз ол бізде бүкіл жаңағы ChatGPT, Cloud, Gemini бүкіл жиналған агрегат тоже. Оны алыш үшін біз басасыз соң жақ нені, сосын мына жерге поисққа LLM деп жазасыз, мысалы. Міне run any LLM деп басасыз, мысалы. Басасыз. Мына жерде таңдауға болады сізге. Google Gemini деп таңдасаңыз болады, мысалы Cloud таңдасаңыз болады, потом ChatGPT таңдасаңыз болады. И мына жерде Llama деп тұр. Мысалы Llama таңдасаңыз өзіңіз білесіз. Мен мына жерде нені таңдадым? Gemini деп таңдадым, автоматтық түрде тұрды. Өзіміз Gemini тұрдым мына жерде мен. Сосын Gemini'ға мен бастым мына жерге. Мысалы қараңыз, Gemini'ға айттым, Gemini'ға тіркедім осы prompt дегенді, и фотоны тіркелдім мен, image 1 дегенге. И run модельді бастым. Run модель бұл жерде сізде 1 кредит алады. Кейін бұл сізге дайын prompt дайындап береді сізге, қараңыз осындай. Енді сізге Nana банананы ашу керек болады. Ол үшін то же самое поисққа жазасыз. Nana банана деп жазасыз. 2 болсын, Pro болсын, разница жоқ. Ашасыз. Жаңағы any LLM-нен, яғни Gemini'ден шыққан промптыңызды тіркейсіз. Мысалы текст дегенде түске тіркеу керек. Розовыйға розовый деп. И жаңағы исходный в кадрыңызды тоже тіркейсіз. Файлды жасылға тіркейсіз. Кейін барып сіз мына жерде качество таңдайсыз. 1К, 2К, 3К, мен 2К қоямын всегда. И кадрыңыздың разрешениесінің форматын таңдайсыз. Менде 16:9 тұр. Таңдайсыз да, и run модель мына жерден бассаңыз, run select мына жерде бассаңыз 9 кредит алады сізде. Мен сөйтіп бірнеше жібердім. Бірнеше жібергенде маған осындай бірнеше вариант жіберді. Осындай 3, осындай 1, 2, 3. Мен ананы таңдадым. Маған осы ұнады. Осы ұнады. На кнопканы all-ды бассаңыз сізге бүкілін көрсетеді. Single-ды бассаңыз біреуін ғана көрсетеді. Қайсы сізде таңдалып тұр, мысалы now, сол фотоны осы жалғау, нодалы жалғау арқылы жұмыс етесіз. Сол фотоны таңдайсыз, мысалы. Now қойдым. Енді тоже самый. Енді сіз жаңағы видеоңыз тіркейсіз. Видеоңыз 720p болу керек. Немесе 1280, разрешениесі 1080 ба, 720 болу керек. Сондай бір нәрсе болу керек. Full HD болмау керек. Өйткені көтермей қалуы мүмкін. Seedance көтермейді, точно білем. Kling көтереді. Full HD-ді 4K көтермеуі мүмкін. Енді қараңызды сөйтіп жаңағы импортпен бүйтіп видеоңызды тіркеп аласыз, жүктеп аласыз. Сөйтіп промптты жазасыз жаңағы сияқты. Өзіңіздің задачаңызды any LLM-ді ашасыз. Any LLM-ге сіз промптты жалғайсыз осылай. Промптты жалғағаннан кейін қараңыздар. Мен мына жерге не деп жаздым? Здесь два референса. Один без света, там есть видео деймін. Мысалынан скрин деп жазбасаңыз болады. Екіншісі ол үш свет қойылған деймін. Сосын маған видеода сол светті қолданатындығы промпт жазып бер деймін. Сосын оған референс ретінде түсіндіру үшін енді видеоны тіркей алмаймын ғой, сондықтан исходный вариант скрин тіркеймін и плюс жаңа шыққан видеоны тіркеймін, фотомен, светпен фотоны тіркеймін, конечный дайын болған. Сосын ол маған ранды басам тоже, маған промпт жазып береді. Енді мен клинк ташам, немесе seedance тасам. Мысалы, seedance 2.0 референс ташсам болады, бірақ ол жерде түрмен тұрса ол қабылдамайды. Сондықтан мен клинк, мысалы, edit деп жазам. Edit деген монтаждау ғой, мысалы, өзгерту деген сияқты. Мысалы, edit O303 дегенді басам. 03 дегенді басам. Prompt деген жерге any LLM дегенді жалғайым осылай. Менді маған жерге видеоны жалғау керек. Бұлай видеоны жалғайым. Бүйтіп видеоны жалғайым. И жаңағы шыққан фотоны жалғайым. Сосын мына жерде уже секунды, жаңа видеоның секунды мен бірдей болады. Pro или стандарт таңдайсыз.
стандарт 300 кредит алады, про 400 кредит алады. Кастомайздың траверсі болады, и ранды басасыз. И жаңағы кішкене генерацияның уақытын күтесіз сізде, сосын тура сондай видео пайда болады. Нодовый системаның ең бір жақсы, сіз егер мына жерде нәрсе өзгерткіңіз келсе, свет өзгерткіңіз келсе, мынаны қайта жүктеп, қайта нет жазбайсыз, просто свет өзгерту үшін киношный дегеннің орнына ночной деп жазсаңыз болады, немесе дневной деп жазсаңыз болады, немесе розовый цвет деп жазсаңыз болады, күлген түс, қызыл түс деп. Сосын сізге жазып береді промптты, мынаны қайта баса саласыз, жалғап жатпайсыз. Потом мынаны қайта баса саласыз, и мынаны қайта видеоны қайтадан баса саласыз. Сол кезде жаңағы қызыл түспен қалаған түсіңізбен фото немесе свет, видеода свет өзгертіледі. Негізі бүкіл жерде менде схема тура сондай. Мынада жаңағы көрсеткен әрбір видеомда мен тұрдым да бұны бүйтіп скопировать ете салдым, маған ыңғайлы болсын сіздерге көрсету үшін, дубликат деймін да. И бүйтіп шығара саламын. Сосын мына жерде фотосын өзгерте саламын, промпт өзгерте саламын деген сияқты керек болса. Керек болмаса тура сондай қылып генерацияға жіберемін. Негізі особо қиын емес. Бірақ сізге менімен өтіп жаңағыдай бірге жасау керек болады. Жаңа мен сізге көрсеттім ғой нодалардың жалғауын. Нодалардың жалғауын видеоны стоп қойып қойыңыз, немесе скриндеп алыңыз. Сосын тура мен сияқты қылып былай жіптерін жалғаңыз. Сол жіптерін жалғағаннан кейін сізге бір жалғап алсаңыз, кейін сізге өзі өте түсінікті болады. Енді қараңыздар, шыққан нәтижені давайте бірге сіздермен жүйелеп көрейік. Бұл жерде бізде кадр қараңыздар, күндізгі кадр. Свет әдемі қойылған, кішкене дым бар. И мен осы жерде мен түн қылдырғым келеді. Түн қылдыру үшін мен мына жерде қараңыздар. Артына свет қостым, торшердің светін, мына жерге лампаның светін қостым. И артында ғана түсіп тұрған свет күннің түсін айдың светі қылдырып жүрген ғой, короче. Енді қарасаңыздар, движениесі бәрі бірдей. Ашты. Мына жерде тоже ашты. Бүкіл движениесі бәрі бірдей. Мына жерде аяқ киіміне болсын, түрі вообще өзгермеген. Әрбір тень, шынайы обоснованный теңнің бәрі көрсетілген, көрдіңіз бе? Бәрі обоснованный жасатып қойған ғой. Мына айдың қозғалып тұрған ана жердегі күннің теңдерін қозғалса, көлеңкенің мына жерде тоже ай қылдырып жүрген ғой маған. Өте жақсы деген. Келесі мысалды қарасаңыздар, мына жерде менде ең қиын движениелердің бірі долли зум бар. Бүйтіп істейді. Соны өзгертіп тастаймын екен деп ойлап едім, бірақ өзгертпеді вообще. Бір-екі рет генерация істеу керек. Ең бір дұрысы тексеріп алатын, фото генерация жасаған кезде адамның түрін бәрін тексеріп алыңыз. Мен тексермедім де, мына жерде чуть өзгерістер бар. Қараңыздар, өзгерістер бар. Шашының тұрысында чуть-чуть слегка. Шашының тұрысында ғана кішкене өзгеріс бар болды. Басқа жерде өзгеріс жоқ. Кішкене ғана оның өзінде. Тексеріп аласыздар. Өте жақсы деген мына жерде. Кәдімгідей ештеңені өзгертпеген. Қарасаңыздар, ең бір менің шоқ қылған нәрсем мына жерде долли зум кезінде артында ешқандай тень жоқ. Бірақ мына жерде тень салып берген, қарасаңызшы. Қалай додумался, қалай о басы жетті оған, қарасаңызшы. Кәдімгідей бір реалистичный қылдырып ше. Келесі кадр менде бұл өзімнің кадрым. Чуть-чуть сиденспен істелген. Өте реалистичный, күнді ай қылдырып жүрген ғой, короче. Жұлдыздармен, түстерін, прям мына жерде отраженияларын кішкене качествосы жаман болып қалған, 720p-де жасатқан мен. А так 1080p-де жасаса өте жақсы. Мен мынандай жасағам одан кейін тоже. Мынау клинктікі, клинк чуть-чуть мен түрін өзгертіп жүргені бар енді. Өзгертіп жүргені бар. Келесісін көрейік. Мынау маған өте қатты ұнады. Өте кайф, мысалы закат қылдырып. Мен кадрын өзім түсірген кадрды әдемі деп ойлағам, бірақ закатпен болса вообще күшті болады екен. Келесі қызықты кадрлардың бірі тоже менің фильмнен алынған кадр. Осындай кадр ғой, великпен үйрететін кадр. Кішкене движение жағын қиын, өйткені қолмен түсірген кадрда дірілдеуі бар, қозғалу бар ескі. Соны қалай өзгертемін деп ойлағам. Енді қараңыздар. Мынау Сиденс мысалы. Түн қылдырып жүрді ғой. В моменте. Айдың несі бар, алдында шамның цветтері бар. Мынау уже клинк. Мынау вообще басқа әлем қылдырып жүрді.
чуть-чуть адамның түрін өзгертіп жүргені бар. Клинктің бір мен алдыңғы видеода айтып кеткенмін, мынандай размазанный қылдыртпайды да. Сидет сондай жоқ, размазанный қылдырмайды олар. Келесі ең мощныйлардың бірі мынандай міне. Мынаның қайсы исходник екенін білмей қаласың бар ғой. Негізгі исходник мынау мына негізі. Мынау тоже таң атуын кезінде түсірілген. Енді статичный кадр болғанмен өте қиын свет жағынан. Енді мынаны қараңыз, күн қылдырып жібердім ғой. Күн. Қалай болған етуге болады? Бүкіл менің движением, артындағы орамалдардың движениесі бүкілі идентичный. Мынау түннің кезі мысалы. Күн батып барады, түн енді отқан кезі мысалы. Мынау закаттың кезі. Сонымен достар, сіздерге бүкіл өзім жасаған видеолардың қыр-сырын қалай жасалғанын көрсетіп шықтым. Нодалар арқылы. Нодамен жұмыс істеу өте ыңғайлы. Өйткені сіздің жұмысыңыз едәуір системалық түрде, жүйелік түрде сіздің жұмысыңызды, уақытыңызды үнемдеу жағынан, стилистикаңызды сақтау жағынан өте жақсы бір құрал. Егер сіз осыған дейін қарапайым генерациямен жасап жүрген болсаңыз, енді нодалық системаға өтіп, кәсіби деңгейге көтерілудің уақыты келді деген ойдамын. Сондықтан жаңағы сіз астындағы сілтемемен өтіп, тіркеліп, өз жұмыстарыңызды осы ең мықты ыңғайлы агрегатор арқылы жұмыс жасасаңыздар болады. Мен осы агрегатор арқылы жұмыс жасап сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер жасанды интеллект арқылы терең білім алғым келеді, операторлық білім алғым келеді, операторлық білім араласқан ең мықты деңгейдегі жасанды интеллект арқылы жасалған кино реализм деңгейіндегі мықты шынайы роликтер, кинолар, видеолар, коммерциялық роликтер шығаруды үйренгіңіз келсе, менің курсыма жазылсаңыз болады. Ол жерде мен сіздерге бүкіл өзімнің бар білімімді, кино операторлық білімімді, жасанды интеллекттегі бүкіл практикалық білімдердің бәрін көрсетіп, үйретіп, сол жерде тапсырма орындап, мықты роликтер шығаратын боласыз. Курс туралы толық ақпаратты білу үшін описаниеда сілтеме бар, сол арқылы сайтқа өтіп, танысып шықсаңыздар болады. Сонымен сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.